Болмаса далада жүрген жабайы жылқы жұмыс істеп жүр ме? Олар тамақ табу үшін бірдеңке істеп жүр ғой, бірақ жұмыс істеп жүрген жоқ, олар өмір сүріп жүр. Келісесіз бе? Кәсіпкер үшін жұмыс деген түсінік жоқ. Ол өмір. Мысалы, қыран құс жұмыс істеп жүрген жоқ. Ұшып жүр, бір жерден балығын ұстайды, болмаса аңын ұстайды, баласын әкеп береді, шаршаса демалады. Оның өмірі. Кәсіпкер үшін де сол. Таңертең тұрады, кешке жатады, сенбі ма, жексенбі ма, түн ба, күндіз ба, мейрам ба, мейрам емес па, ондай түсінік жоқ. Кәсіпкерде басшы жоқ. Ахметбек Нұрсилі ағамыздың дәл осы сөзіне толықтай қосыламын. Кәсіпкерде басшы жоқ, оны біреу басқармайды. Кәсіпкер өзін өзі басқарады. Ол жұмысы үшін таңнан тұрып құлшынады. Өзінің атқаратын жоспары үшін бар мүмкіндігін сарқа пайдаланады. Әрі ол біреу үшін істемегендіктен өз дегенде өгіз қара күшім бар деп, бұны бір өмірдің ғанибеті ретінде сезінеді. Егер кәсіпкерге өзінің кәсібі туралы, істері туралы ойлануға мүмкіндік бермесе, оны істетуге мүмкіндік бермесе, ол бұл өмірде өзі мүлдем керексіз сезінуі мүмкін. Сондықтан адам қызметкерден, жұмыскерден кәсіпкерге өзгеру үшін бір сатыдан өту керек. Ол қандай саты дегенде, өзін басқара білу сатысы. Жоспар құра білу керек, және соны өзіне атқарта білу керек. Егер осы істі жүзеге асырса, кез келген адам кәсіпкер бола алады. Өзіңді өзгеге емес, өзіңе басқарта білу өнері кәсіпкерлік деп аталады. Осы тақырыпқа сай, итпен қасқыр атты бір ғибаратты әңгімені естігенім бойынша сіздермен ортақтаспақшымын. Бір ауылда барлық жағдайы жасалған маң төбет өмір сүріпті. Дәу үлкен төбет. Оған бір күні қасқыр келеді. Қасқыр аш, өзі тоймаған түлкі құрсақ болса керек. Содан төбет одан сұрайды: "Әй Қасеке, осы сенде менікі сияқты жылы қымтанып жататын үй бар ма, үй-жіп бар ма?" деп сұрайды. Қасқыр басын шайқап жоқ деп жауап береді. "Саған менікіндей күніне 3 уақыт дәмді құжыр астарды беріп тұра ма?" деп сұрайды. Қасқыр және де басын шайқайды. Сонда жаңағы маң төбет керіліп, созылып: "Ал Қасеке, сенде менікі сияқты мынадай алтын алқа бар ма, қарғыбау бар ма, әдемі шынжырдан жасалған?" деп сұрайды. Сонда қасқыр ұялып төмен қарап: "Менде ондай нәрседе жоқ" деп жауап берді. Сол кезде маң төбет рақаттана күліп: "Қасеке, сонда сенде не бар? Мен қызатындай не бар?" дегенде қасқыр теріс айналып жортып бара жатып: "Менде тек қана еркіндік бар" деп жауап берген екен. Дәл осы сияқты кәсіпкердің тірлігі бөрінің тірлігіне ұқсайды. Бөр азығы жолында дейді. Кез келген кәсіпкер ертең саудасының қандай болатынын, шаруашылығын қалай болып кетерін білмейді, бірақ тәуекелмен ғана өмір сүреді. Оның қызықты жері де сода, оның қорқынышты жері де сода. Сондықтан кәсіпкер болуда, жұмыскер болуда адамның талғамынан. Бір күнін ғана ойлайтын, бір айын ойлайтын адамдар көбінде өзіне нақтылы кепілдігі бар, кіріп тұратын кірім болуын, үздіксіз сөзсіздікті талап етеді. Олар ешқандай өзінің табысын бәске тігуді қаламайды. Оған ғайыптан бір нәрсенің әсер етуін қаламайды. Өлшемді түрде елден жоғары демес, төмен демес, сондай бір үздіксіз тұрақты кірім болып тұруын талап етеді. Бұндай психологиядағы адамдар, бұндай көңіл күйдегі адамдар көбінде жұмыскер болып өмір сүреді. Мейлі күндік, айлық, жылдық болсын. Ал бөрі мінезді, таңғы несіп тәңірден деп құлшынатын, ешқандай да бір кепілдікті қажет етпейтін, өзінің күшіне сенетін, өзінің атқарып отырған адал ісіне сенетін, өзінің жоспарына сенетін, шаруашылығына сенетін адамдар көбінде кәсіпкер болып шығады. Кәсіпкер болып шығу үшін талғам керек, жоспар керек, және өзін өзі
соны атқартып отыратын, өзіне өзі басшы бола білетін, сосын елді басқаруға, басқа бір адамдардың мәселесін шешуге, қоғамның бір қайшылығын ойлап, соны бір жағынан шешісуге талпынатын үлкен сана керек деп қараймын.